Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қысқа капуста тұздау жолын көрсеткім келіп отыр. Бұл капустаны былайша айтқанда кимчи деп те айтуға болады. Тек қана біз бұны Қытайдың капустасымен емес, белый качан капустасымен жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. 6 дана капуста тұздайтын боламыз. 6 дана капустамыз 14-15 килограмм шығады. Осы 14-15 килограмм капустамызды бір пачка тұзға тұздайтын боламыз. Тұзы мол болғаны дұрыс, себебі біздің капустамыз өте қатпарлы келеді. Сол себептен барлық қатпарына тұз кіріп, сініп, тұзды болғаны дұрыс. Капустамыздың қарайған жері, жұмсарған жерлер болса алып тастаймыз и өзегін алып тастаймыз. Капустамызды 4-ке бөліп аламыз барлығын. Белый качан капусталарымыздың барлығын 4-ке бөліп алдық. Енді бұл капусталарымызды салқын кәдімгі мұздай краннан ағып тұрған суға тұздайтын боламыз. Суымыз өте мұздай болу керек. Сол кезде біздің капусталарымыз хрустящий болып тұрады, жегенде қытырлап, жұмсарып кетпейтін болады. Сол себептен мұздай, кәдімгі краннан ағып тұрған мұздай суға тұзды салып, жақсылап араластырып, капусталарымызды салып, капустамыздың бетіне тарелкама, қазір видео барысында көресіздер, тарелкама бір капустаны басып тұратындай бір зат болу керек. Оның үстіне ауырлау бір затты басып қоямыз. Біздің суымыз капустаның бетіне шығып тұру керек. Капустамыз түгелдей суға батып тұру керек. Неге капустамыздың барлығы судың ішіне батып тұру керек деген сұрақ туындап тұрған шығар сіздерде. Айта кетейін, себебі бағана айтып кеткенімде біздің капусталарымыз өте қатпарлы болып келеді. Сол қатпарлы и қатты болып келеді. Біздің капустамыздың барлығы суға батып тұру керек. Сол кезде жаңағы суымыздың, тұзымыздың барлығы сініп, капустамыздың дәмі сол кезде қана кіреді. Мен сіздерге 2 жолын көрсетемін. Қалай осылай бірінші су құйып алып, капустаны салып, бір қолмен басып тұрып, осылай істесеңіздер де болады. Или бірінші капусталарыңыздың бәрін міндетті түрде ыдыстарыңыз өте шұңғыл болу керек. Капусталардың барлығын салып, үстіне жаңа тұзды суларыңызды құйсаңыздар да болады. Қарап тұрсаңыздар, міне суы бетіне шығып тұр. Осылай суы бетіне міндетті түрде шығып тұру керек. Капустамыздың бетін осындай шиша тарелка немесе пластмасс тарелкамен жауып қойсаңыздар болады. Тек темір тарелка емес, себебі темір тарелкамыздың таты шығып, капусталарымыздың дәмі бұзылып кетеді. Сол себептен темір тарелкамен жабуға болмайды. Капустамыздың бетіне тарелка қойғаннан кейін пакет кигізіп қоятын боламыз, себебі байқап отырсаңыздар, тарелка қойғаннан кейін жан-жағы ашық болады. Сол жан-жағына қоқым түсіп кетпесі үшін осылай пакет кигізіп қоямын. Енді капусталарымызды салқын жерге қойып, бетіне бір ауырлау затты басып қоямыз. Тас болсын, бір осы тарелкамызды басып тұратындай бір ауырлау зат қойып, капусталарымызды 5 күнге қойып қоямыз. 5 күннен кейін бірақ алатын боламыз. Тұздалған капустамыздың ортасына осылай
жартылай ашты бұрышпен чеснок жағатын боламыз. Егер қаласаңыздар, кішкене укроп қосып жіберсеңіздер болады. Кәдімгі свежий укроп қосып жіберсеңіздер дәмді болады. Менің жолдасым көкті қаламайды, сол себептен салмайтын боламын. Чесногымызбен полугорки персімізді мясорубкадан өткізіп аламыз. Егер де сіздер ашты болғанын қаласаңыздар, онда огонек персін қосып жіберсеңіздер болады. Бізге қатты ашты болған керек емес, себебі балалар жейді. Сол себептен мен ашты көп қоспаймын. Егер де сіздер ашты балаларыңыз үлкенірек болса, ашты қаласаңыздар, 1-2 тал огонек персін қосып жіберіңіздер. Сол кезде аштылау болады. Капустамыздың ортасына жағатынымыз дайын. Осы чеснок пен перісті араластырып аламыз, болды. Тұз, бұрыш, еш нәрсе қоспаймыз. Менің капусталарым 5 күн тұрды, 5 күннен кейін алып жатырмын. Капустамызды қатты сығып алуға болмайды. Капустамыз сулы болып тұру керек. Банкіге салып қоятын боламын. Егер сіздер бар болса, үлкенірек шелекке салып қойсаңыздар болады. Маған банкіде болған ыңғайлы, капустамның барлығын банкіге салатын боламын. Қатты сығып алмаймыз. Осылай қолымыздың көмегімен барлық қатпарына осылай жаңағы тартылған чесногымыз бен бұрышымызды жағып шығамыз. Мен сіздерге осылай 3 литрлік банкеге салғанымды көрсетемін. Менің осы 6 дана капустам 3 литрлік банкеге тура шықты. Чесногымыз бен бұрышымыздың барлығын жағып алғаннан кейін қолымыздың көмегімен бөліп, банкілерімізге бөліп саламыз. Капусталарыңызды тығыздап салсаңыздар, сол кезде капусталарыңыздың суы шығады. Міндетті түрде капустамызды суы шығып тұру керек. Сол кезде біздің капусталарымыз лазданып кетпейді, беті көгеріп кетпейтін болады. Капусталарымыздың барлығын дәл осы видеодағындай чесногымыз бен бұрышымызды жағып, банкілердің ішіне салып, нығыздап салып шығамыз. Үш литрлік банкіден 5 банка шықты. Бір банкыны видеоға түсірмей қойып қойдым. Оның ішіндегі бір капустасы салынбай қалды. Оны суретке түсіру үшін қойып қойдым. Сол себептен ол қазір видеоға түсірілмей тұр. Осылай шпажка или таяқтың барлық түрі болады. Осылай капустамыздың бетіне икстап салып қоямыз. Сол кезде біздің капустамыз судың ішінде тұратын болады. Бағана айтып кеткенмін, біздің капустамыз судың ішінде тұру керек. Сол кезде біздің капустамыздың беті бұзылып кетпейді, яғни лазданып кетпейді, көгеріп кетпейді. Сол себептен біздің капусталарымыз судың ішінде тұру керек. Егер де тура видеодағындай қарап отырсаңыздар, менің капусталарым судың ішінде тұрған жоқ. Суы жеткіліксіз болып тұр. Шығып тұрған сулар бұл капустамызды жаңағы нығыздап басқан кезде шыққан сулар. Енді осы суымыз капустамыздың бетіне шығып тұрған жоқ қой. Бағанағы тұздалған суды осы капусталарымыздың бетіне құятын боламыз. Сол кезде біздің капусталарымыз судың ішінде тұрады. Банкілеріміздің бетіне капроновый крышканы жауып,
капусталарымызды салқын жерге қойып қоямыз. Біздің капусталарымыз дайын. Бір 10-15 күннен кейін алып жей берсеңіздер болады, дәмі кіретін болады. Егер де видеоны дәл осы жерге дейін көрсеңіздер, міндетті түрде маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.